Сәлеметсіздер ме, құрметті СМ мамандары? Сіздерді тағы да көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымыз апгрейд сабақтарының бірі болып табылады. Тақырыбымыз Project Management. Project Management ол дегеніміз не? Кез келген сауда орталығы болсын, кез келген шағын бизнес немесе үлкен бизнес, білім беру орталығы болсын, кез келген кәсіпте өзінің СМ маманы болады. СМ маманның қызметтеріне видео түсіру, копирайтинг, таргет жіберу, сонымен қатар тағы да көптеген қызметтер жатады. Негізі көп маркетингтің жұмыстарын СМ атқарады. Ал СМ маманның одан кейінгі деңгейі Project Manager. Яғни Project Managerдің өзінің жеке командасы болады. Ол жерде өзінің видеографы, копирайтер, сонымен қатар таргетолог, дизайнер сияқты маркетинг саласының мамандарының басын қосып, бір команданың сондай бір басшысы болады деп айтсам болады. Яғни белгілі бір идеяға Project Manager жұмыс жасайды. Ол идеяны командасына бөліп беру арқылы белгілі бір тұшымды нәтиже шығарып, сондай бір маркетинг контентін жасап шығарады. Мысалы, бір видео түсіру керек дейік. Ол видеоны түсіру үшін белгілі бір локация қажет. Ол локация ақылы болуы мүмкін. Одан кейін реквизиттер керек болады, жаңағы түсіретін заттар керек болады, актерлар керек болады. Тағы да бізде көп видеограф жалдауымыз мүмкін қосымша. Бұл жерде кететін бюджет те өзінің орны болады. Бюджеттің де өзінің орны болады. Ол бюджетті компаниядан алу және оны өте бір жүйелі жұмсау да Project Manager негізгі міндеті болып табылады. Яғни бір идеяның реализациясы толықтай Project Managerдің міндетіне жатады. Мысалы, бір видеоны түсіру үшін немесе қандай да бір контент жасау үшін үлкен бір заведение дейміз ба, үлкен бір ғимараттың рұқсаты керек болады. Ал ол ғимараттың рұқсатын сұрап, жаңағыдай мәселені шешетін де сол Project Manager болып табылады. Сонымен қатар Project Managerға ең бірінші керек қасиет өте элементарлы, қарапайым болса да, негізгі қасиет ол коммуникабелділік. Яғни кез келген адаммен оңай тіл табысып, сондай бір сыпайы түрде мәселенің шешімін табу. Яғни командаңыздағы әріптестеріңізге дұрыс міндеттемелерді бөліп беру. Сонымен қатар басқа да адамдармен болсын, мысалы, массовкаға адам керек болып қалды. Аяқ астынан сіз ол жерде көшеде кетіп бара жатқан адамды ұстап алып, жалпақ тілмен айтқанда, ұстап алып сол адамды видеоға түсіруге көндіру керексіз. Ол жағда сіздің бір коммуникабелділік қабілетіңізді сынайтын болады. Сол себепті ең басты қасиет сондай бір конфликттен аулақ болып, тұшымды түрде, жүйелі түрде нәтижеге жұмыс жасау керек. Енді кез келген жұмыстың жүйелі болу үшін бұрынғы кездері, қазірге дейін деп айтсам болады, кейбір адамдарға қазір де ол өте ыңғайлы, блокнотқа жазып жүреді. Жазып, жаңағыдай түртіп алып, осындай жұмыс жасау керек, осылай деген сияқты. Ал қазіргі заманда ол өзінің бір жүйелі бағдарламалары бар. Бұрында Google сияқты компанияларда көптеген проблемалар туындаған. Яғни жұмыстар жүйелі жүрмей жатқан, жаңағы қателесіп кетіп жатады, міндеттемелер дұрыс берілмейді, сөйтіп бір-бірін дұрыс түсінбей, қай жұмыс қайсыдан кейін екенін түсінбей, сондай бір былайша айтқанда бардак жұмыс жүзеге асып жатады. Содан кейін әртүрлі әдістер ойлап табыла бастайды. Agile әдісі, Scrum әдісі деген сияқты. Бізде қазіргі таңда Scrum әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни бұл дегеніміз кезінде Google компаниясы өте бір қиын кезеңді бастан өткізіп жатқан уақытта осы әдіс көмектескен екен. Яғни бұл жұмыстың жүру жүйелілігі. Жасалу керек жұмыстар, идеялар, тоқтап тұрған жұмыстар, жасалынып жатқан жұмыстар және жасалынып біткен жұмыстар деген сияқты осындай бір тізбек бойынша жұмыс жасалады. Жұмыс жүйелі болу үшін қазіргі таңда көптеген бағдарламалар қарастырылған, жаңағы Scrum әдісі бойынша, Agile әдісі бойынша деген сияқты. Біз қазір сол бағдарламалардың бірі Trello бойынша жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге қазір көрсетіп өтетін боламын, қалай жұмысты жүйелі жүргізуге болады, қалай уақытында бітіруге болады деген сияқты. Ол жерде дедлайны да көрсетіледі, міндетті адамдар да көрсетіледі, сонымен қатар керек заттардың, тіпті жаңағы жұмыстың өзінің сипаттамасы да көрсетілетін болады. Мен қазір сіздерге көрсетіп өтем, назарларыңызды экраннан алыстатпаңыздар. Олай болса, Trello-ны ашайық, жұмыстың жүйелі жүруіне өте пайдалы бағдарлама. Міне рабочий пространствоға кіріп,
создать доску деп өзіңіздің жұмысыңызды бастай бересіз. Мен сіздерге қазір түсініктірек болу үшін біздің жұмысымыз қалай жүреді, біздің жұмысымыздың мысалында сіздерге келтіре кетейін. Мысалы, біз Edukon компаниясы. Edukon компаниясы бұл біздің бұл жерде 1 жылдық жұмысымыз көрсетілген. Міне жалпы деген бөлімше бар, одан кейін 20 жылдық мерейтойымыз келе жатыр. Соған байланысты ашылған бөлек біздің жобаларымыз жазылған бұл бөлімде. Одан кейін тоқтап тұрған стоп деген бөлімде біздің тоқтап тұрған жобаларымыз. Одан кейін идея. Мысалы, командаңыздағы қызметкерлерде брейншторм дейді ғой, осылай бір талқылау барысында жақсы бір идеялар туындауы мүмкін. Сол идеяларды осы идея бөліміне жазасыз. Одан кейін to-do, яғни жасалу керек жұмыстар. Бұл жерде жасалу керек жұмыстардың ішінде міне өздеріңіз көріп тұрғандай достық танытым видео келесі жылға онлайн курс деген сияқты НЗМ таргет видеосы 2 түсіру керек, осылай жазылған. Одан кейін Мөлдір апай дейді, міне менің жұмыстарым жазылған бөлек, менің жұмыстарым болғанда енді бәріне тікелей байланыстымын ғой, бірақ дәл осы маусым айында көптеген жұмыстар маған қатысты болғандықтан осы маусым айында бөлек шығарып қойдық. Одан кейін осы апта шығу керек деген колонка, яғни осы апта шығу керек посттарды біз осы бөлімге жазамыз. Оны қалай істейміз? Одан кейін жасалған жұмыстар, міне көріп отырғандарыңыздай бізде жасалған жұмыстар өте көп. Енді жұмыс Trelloмен қалай жүреді? Қараңыз. Бірінші, мысалы, жасалу керек жұмыстар дейді. Жасалу керек жұмыстар. Мысалы, біз онлайн курс жарнамасын жасап қойдық делік. Онлайн курстың жарнамасын жасап қойғаннан кейін оның келесі кезеңі бізде осы апта шығу керекке осылай өткіземіз. Осы апта шығу керек. Осы апта шығу керек. Осы апта шығып болғаннан кейін біз оны done, яғни жұмыс бітті деген колонкаға өткіземіз. Бұл біздің қазіргі жұмыс тақтамыз болғандықтан шатасып кетпеу үшін қайтадан орнына апарып қояйық. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Одан кейін мысалы бірінші идея келді дейік. Идея келді. Ол идеяны біз қалай жасаймыз? Мысалы сізге бір нәрсеге демей-ақ қояйын, енді қандайда бір тақырып бойынша бір видео түсіру керек болды делік. Ол үшін осылай басамыз. Добавить карточку ішіне неге байланысты видео жазсақ болады? Edukon-да болғандықтан біз Edukon-ның бір бөлімін алайық. Edukon-ның профориентация бөлімі. Edukon-ның профориентация бөлімінің бұл жақта бар екен. Edukon-ның профориентация бөлімінде Бауыржанды түсіру дейік. Бауыржанды түсіру. Бауыржан деген профориентация бөлімінің қызметкері. Ағайды түсіру дейік. Бұл тақтайшаны біз бекіттік. Енді толығырақ жұмысты тереңдету үшін біз бұған описание жазамыз, яғни сипаттама. Біз не жазу керекпіз? Бауыржанды не үшін түсіру керекпіз? Профориентация бөлімі қашан ашылды? Осы бір сұрақтарға жауап беру арқылы біз контентті толық жасап шығарамыз. Одан кейін қандай мақсатта ашылды? Қандай мақсатта ашылды? Бұл видеоның негізгі міндеті осындай сұрақтар болып табылады. Бұл видеоны түсірудегі негізгі мақсат осы сұрақтарды ашып көрерменге көрсету, оқырмандарымызға таныстыру болып табылады. Одан кейінгі сұрақ бізде қандай болады? Профориентация бөлімі қанша оқушыға мамандық таңдап берді? Оқушыға мамандық таңдап берді. Жалпы бұл видеомыздың описаниясы бізде осылай болады. Яғни профориентация бөлімін таныстыру. Бөлімді таныстыру. Нақты нәтижесі, оның ішінде нақты сұрақтарыңыз болу керек. Нақты нәтижелері, одан кейін
Одан кейін алдағы уақыттағы жоспарлары. Бұл бөлімнің жоспарлары қандай? Міне дәл осы сұрақтарды ашу үшін, осы сұрақтарды білу үшін біз бұл видеоны түсіреміз. Сохранить. Міне көріп отырғандарыңыздай, бұл тақтайшаға кірген кезде жұмыстың жалпы мақсаты жазылып тұрады, описаниесі. Енді толықтай анықтамасын жазып алдық видеомыздың. Енді оған жауапты адамдарды белгілейтін боламыз. Сол үшін участники бөліміне барып, мысалы Арнұр Үзбай бізде видеограф, одан кейін Мұрат бізде постер шығаратын негізі Мұрат. Одан кейін Мөлдір Байбуренова тікелей жауапты мен болып табылам, project manager. Міне жауапты адамдарды белгіледік. Келесі бізде метки бөліміне кіріп, осы контентті біз қайда саламыз? Инста сторисқа ма, әлде рилсқа ма? Негізі сторисқа салынғанда рилсқа салуға болады, өйткені охватты бірден бір көбейтетін ол рилс болып табылады. Одан кейін ютубқа салуымыз мүмкін, тикток, телеграм, пост сияқты осындай салынатын желілерді осылай белгілеп шығамыз. Толықтай жүйелі болу үшін жеке белгілейміз. Сонымен қатар датаны белгілей аламыз. Дата бұл жерде бізде дедлайн, яғни бұл видео, бұл контент қай уақытқа дейін дайын болу керек. Мысалы 22 маусымға дейін деп белгілейміз. Мысалы 21 бұл видео 21 маусымға дейін біту керек десек, онда біз дедлайнды 21 маусым деп осылай белгілейміз. Ол бізде міне срок деген өздеріңіз көріп тұрғандай осы жерде шықты. Міне осы видео дайын болған кезде мына жерге белгі қойып қойсаңыздар бітті деген білдіреді. Және 21 маусымға тақаған уақытта бұдан арнайы хабарлама келеді. Сіз осы видеоны түсіру керексіз осы уақытқа дейін деп. Сіздерге естеріңізге салып тұратын болады. Одан кейін бізде мысалы анықтамасын жазып алдық қой. Чек-лист деген бар. Чек-лист бізде былай профориентация бөлімі, мысалы профориентация осылай қосып аламыз. Яғни бұл жұмысты бітіру үшін, осы берілген тапсырманы орындау үшін бірінші кезекте, мына жерде қате жазылып кетті, профориентация. Енді астына біз элемент жазамыз. Мысалы, бірінші кезекте біз не істеуіміз керек? Бірінші кезекте Бауыржан ағаймен танысуымыз керек. Ағаймен танысу демей қой, келісуіміз керек. Съемка уақытын келісеміз. Одан кейін локация таңдаймыз. Қай жерде түсіруіміз керек екенін білу үшін бірінші локация таңдап аламыз. Одан кейін бұл съемканы түсіру үшін реквизиттерді дайындаймыз. Сонымен қатар видеографтың уақытымен сөйлесеміз. Уақытын келісу. Сонымен қатар қандай да бір бюджет кетуі мүмкін. Мысалы реквизит болсын, локация таңдаған кезде болсын, белгілі бір суммада бюджет кетеді. Бюджет мәселесін шешу. Одан кейін біз жаңағы сұхбат беретін Бауыржан ағайдан арнайы текстін алып аламыз. Бауыржан ағайдан текстін алу. Видеоға сөйлейтін текстін алдын ала алып алып, түзетіп, қосатын жерін қосып, солай дайындаламыз. Міне, дәл осылай мысалы профориентация видеосын түсіру үшін осы бір міндеттер орындалады. Әрбір міндетті орындаған сайын жанына осындай белгі қойып отырамыз. Белгі қойған сайын жұмыс қанша пайызға дейін бітті, сол көрсетіліп тұрады. Мысалы, Бауыржан ағаймен келістік, бейсенбі күні сағат 4-те дейік. Локация бізде мысалы 6-шы этаждың 203-ші кабинет деген сияқты. Одан кейін реквизиттер, осындай реквизиттер керек табылды. Видеографтың уақытын келістік, Бауыржан ағаймен 16:00-ге. Бюджет мәселесі, мысалы алдына қоятын заттар немесе консультацияға келетін адамды, мысалы біз актер ретінде ақшасын төлеп шақыруымыз мүмкін.
бюджет мәселесін компаниямен келісіп шешеміз. Одан кейін Бауыржан ағайдан 2 күн бұрын текстін сұрағанбыз. Міне текстін сұрадық. Бір элемент қосайық. Түсірілім. Одан кейін бізде келесі монтаж бар, иә? Монтаж. Бауыржан ағаймен келісіп текстін алып алдық. Одан кейін түсірілім бітті. Видеографтан енді монтаж сұраймыз. Монтаж біткен кезде монтажға да осындай белгі қоямыз. Міне біздің жұмысымыз толықтай бітті. Одан кейін тағы да бір мысал келтіре кетейін. Бізде мынандай мысалы анықтама бар. Мен project manager ретінде қандай да бір идеяның сілтемесін мына жерге қоя аламын. Яғни мен қазір Арнұрдың аккаунтына кіріп отырмын, сол себепті Арнұрдың фотосы тұр. Яғни осы бір видеоны түсіру үшін маған идея арнайы сіздер үшін YouTube-та ашып қойдым. Мына сілтемені көшіріп, мына жерге жаза аламыз. Яғни видеограф немесе басқа да менің әріптестерім осыны түсіру үшін идея мына сілтемеден алынды деп осыған кіріп, идеяны түсініп алса болады. Барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Дәл осылай жұмыс атқарылады. Жалпы негізі баршамызға білу керек ақпараттар, білу керек нұсқаулықтар осы жүйені толықтай меңгеріп алсаңыз, жұмысыңыз әрі оңай, әрі нәтижелі, әрі сондай әдемі болып шығатынына гарантия беремін. Міне, бұл жұмысымыз қайда кетті? Идеяның ішінде тұрды, профориентация бөлімінде. Тудуға жасалу керек де біз осылай жаңағыдай өңдеп шықтық, не істеу керегін. Одан кейін бұл жұмыс біткеннен кейін монтаж бәрі бітті ғой ішінде. 21-ші үйде бітірдік, болды. Орындалды. Енді бұны біз осы апта шығу керекке қоямыз. Осы апта шыққаннан кейін, шығып кеткеннен кейін мына жаққа дан жасалды дегенге қоямыз. Дәл осылай жұмыс атқарылады. Тағы да бір сіздерге қызықты факт айта кетейін. Бұл жерде фильтр деген бар. Мысалы, сіз project manager ретінде өзіңіздің әріптесіңіз видеографтың жұмыстарын қарай аласыз. Мысалы, оның жұмыстары не? Қай жұмыс? Мысалы, бізде видеограф Арнұр болатын болса, Арнұрдың жұмыстары міне мына жерде көрсетілген. Осылай көріп шығасыз. Мысалы, бұл жерде жақсы. Менің жұмыстарым Мөлдір Байбуренова, MB. Менің белгілейтін болса, тікелей маған қатысты жұмыстар осылай шығады, іріктеліп шығады ішінен. Осыған байланысты, мысалы, туду жасалып жатқан жұмыстар, мына жұмыс бітті, мына жұмыс былай бітті деген сияқты, осылай ауыстыра береміз. Орнына қойып қояйын, шатасып кетпеу үшін. Удалить ете салайын, шатасып кетпеу үшін. Бұл сіздер үшін арнайы жасалған болады. Болды негіз. Бүгінгі сабақты қызықты етіп түсіндіре алдым деген ойдамын. Және алдағы уақытта да сіздердің пайдаларыңызға асып жатса өте қуаныштымын. Біздің келесі сабағымызды көру үшін мына видеоға өтіңіздер. Сау болыңыздар.